Кеш жарық эфирде Парасат майданы, оны жүргізетін мен Дархан Әбдік Төленұлы, ал менің бүгінгі студиядағы қонақтарым саясаттанушы Олжас Беркінбаев және молекулярлық биолог Нұртілек Галимов. Қош келдіңіздер. Дәл осы күні 1925 жылы ақшта Теннесси деген штатта, Теннесси ақштың оңтүстігі білесіздер ғой. Мен оны айтып отқаным, жаңағы қазір хабардың мағынасын түсіну үшін. Қысқасы осы штатта дарвинизм эволюция теориясын мектептерде және жоғары оқу орындарында пән ретінде өтуге тыйым салынды. Біздің хабарымыз осы оқиғаға арналады, осыны талқылаймыз, бірақ алдымен қысқаша бейнематериал тамашалаймыз. 1925 жылы 13 наурызда ақштың Теннесси штатында Батлер акт деп аталатын заң қабылданды. Бұл заң бойынша мектептерде адам эволюциясы теориясын оқытуға тыйым салынды. Заңды діни консервативтік топтар қолдады. Өйткені олар эволюция Құдайдың жаратушы ролін жоққа шығарады деп санады. Сонымен қатар мектеп бағдарламаларын бақылау арқылы діни құндылықтарды қорғағысы келді. Эволюция ілімі қоғамның моральдық келбетін бұзады деп санады. Заң қабылданғаннан кейін эволюция ілімін оқытқан мектеп мұғалімі Джон Скопстың үстінен іс қозғалып, оған айыппұл салынды. Заң ғылым мен білімге кері әсерін тигізіп, оқушылардың эволюция туралы білім алуына кедергі болды. Сонымен қатар сот ісі ақштағы діни консерватизм мен ғылым арасындағы қоғамдық дебатты күшейтті. 1967 жылы осы заң күшін жойса да, әлі күнге дейін ақшта эволюцияны мектепте оқыту мәселесі пікірталас тудырып отыр. Мен сізден бастағым келіп отыр, өйткені неліктен Теннесси біздің көрермен түсіну үшін, неліктен бұл процесс Нью-Йорк штатында басталмады, неліктен бұл Калифорнияда басталған жоқ, неге Теннесси? Сіздің пікіріңіз? Осы Дархан мырза бағдарламаға келгенге дейін сіздің екі бағдарламаны көрген, біріншісі ғылымға қатысты, екіншісі осы дарвинизм іліміне қатысты. Кеше ғана көрінді, сізге дайындалып. Сонда бірінші сіз айтасыз, Лавуазье деген ғалым, 67 жылы салық төлеу жоқ, 94 жылы бас шабылады. Екінші ілім сұрыпталу. Енді мына жерде неге Теннесси дейді? Осы жерде тағы бір қызға айта кетейін. Бағдарламаға қатысы бар ма, жоқ па, мен білмеймін, өзімнің ойым. Эдвард Бернейс деген кісінің кітабын оқып жатырмын, пропаганда дейді. Сол 28 жылыма шыққан. Сонда бүкіл нәрсе жаңағы, ол енді өзі Зигмунд Фрейдтің бір немеренісі ме сондай болып келеді екен, өмірбаян тереңдеп оқысақ. Австриядан қоныс аударған ақшқа. Барлық нәрсе пропаганда дейді да. Соны неге мысалы мына мәселе 25 жылы қазір қарап отырсақ 101 жыл болып отыр да, осы талқылап отырмыз, айтып отырмыз. Бұл неге біз бұны айтып отырмыз, неге талқылап отырмыз? Содан кейін Теннесси штаты, енді ол мысалы жаңа сіз өзіңіз бағдарламаның кіріспесін айтып өттіңіз ғой, ақшта ол негізгі бүкіл жаңа Еуропадан қоныс аударған діндарлар, одан бөлек мына бүкіл әлемнің валютасын айналып отырған доллардың өзінде де не дейді, we trust in God дейді ма? Қызық жағдай. Енді ол тарихи тұрғыдан мүмкін тарихи сабақта солай болған шығар. Мысалы тарихқа қарасақ Бостондағы шай ішу, Бостонда көтеріліс болды, Теннессиде мынандай болды. Бір белгілі бір сол кездегі оқиғалардың жай күйінің бір жиналып қалған жерде ойлаған дұрыс шығар деп ойлаймын. Жоқ, мен өз пікірімді айтайын. Өйткені әр нәрсенің өзінің логикасы бар ғой, Мысалы Бостондағы шай ішудің тарихи логикасы, өйткені бұл порт. Теңіздің жағасындағы Бостондағы шай ішу, бұл ағылшын флоты келердің алдындағы оқиға. Демек, флотты қарсы алу, кемелерді қарсы алу үшін, соған төтеп беру үшін жағалауда басталған оқиға, дұрыс па? Дұрыс. Мұнан неге Теннесси деп сұрап отқаным? Теннесси оңтүстік штат, соған дейінгі өздеріңіз білесіз, құл иеленуші штаттар деген ұғым болған, дұрыс па? Бұл анағұрлым феодалдық көзқарастағы, феодалдық дүниетанымдағы штаттар. Демек, біз қауымның, қоғамның белгілі бір ойлау деңгейін түсінуіміз керек. Мысалы, неліктен Битлз Ливерпульдан пайда болды? Тағы да портқа жаңалық бірінші болып келеді. ақшта басталған алғашқы рок-н-ролдың пластинкалары, жаңағы ол кезде таралатындар Ливерпульға келе бастады да, Британиядағы рок қозғалысының бастауында порт қала, саудагер қала, Ливерпуль тұрды. Сол секілді мына жерде менің айтып отқаным сол. Теннесси сол кез үшін
орта есеппен алатын болсақ, ақш 1925 жылы үлкен өнеркәсіпті дамыған қала. Бірақ мынау феодалдық орта, ауыл шаруашылық, феодалдық орта, діндар орта. Діни ортада пуритандық ортада пайда болып отыр. Наразылық. Тыйым салып отқан, және дарвинизмді оқытуға қарсы болып отқан, ол жаңағы Теннессидің тұрғындары. Мен сол үшін сұрап отырмын. Ал енді Нұртілек, сізден сұрағым келеді. Жаңа мінекей Олжас айтып отыр, 100 жыл өтсе де талқылап отырмыз ғой деп, иә? Ғылыммен мен діндарлық деп айтпай-ақ қояйын. Мен айтайын, бұл жаңағы наным сенімге құрылған сана. Өйткені біз айтамыз ғой, адамның ойлау жүйесі екі түрлі. Бұл ғылыми ойлау жүйесі, баяғы Аристотель айтпақшы, демек фактілерге сүйеніп, қол жетімді, қолда бар дәлелдерге сүйеніп отырып шешім қабылдау, және наным сенім дәлелді қажет етпейтін наным сенім. Дұрыс па? Дұрыс. Мінекей ғылым толық жеңіске жетті осы 100 жылдың ішінде, Олжас айтып отырған, иә? Әлемнің келбетін өзгертті. Және ғылымның көптеген постулаттарын шіркеуде, мешітте баяғыда қабылдады, мойындады. Иә? Бірақ ең үлкен дау тудыратын осы эволюция теориясы неліктен деп ойлайсыз? Біріншіден, мен ойымша, жаңа эволюция теориясын адамдар бұрыс қабылдауы мүмкін. Мен ойымша, бұл теорияға негізі бұл теорияның түпнұсқасын білу керек. Не үшін бұл теория пайда болды? Не үшін біз оны дәлелдедік? Қандай ол қазіргі заманда, қандай бізге көмегін тигізіп жатқанын біз көруіміз керек. Менің ойымша, осы аргументтер арқылы біз адамдардың ой санасын өзгертуіміз мүмкін. Сонымен қатар, өзіңіз айтып кеткеніңіздей, жаңа діни көзқарастарға қарсы келеді, жаңа эволюция теориясы. Осы менің ойымша ең бірінші қазіргі таңда жаңағы аргумент деп айтуға болады. Екі ұғымды бір-біріне қарама-қарсы тұрады. Олжас, сіз дарвинизмге қалай қарайсыз? Жақсы қараймын. Бірақ ол жерде енді мысалы мынандай ой келді. Бізде ғалымдар дарвинизмге келеді, биологтар, сосын философтар Ницшеге тиіседі. Ол бірақ әр адамның жеке көзқарасы ғой, мысалы. Міндетті түрде ақпарат. Бұл жерде жеке көзқарас деген мәселе жоқ. Ницшенің пікірі бұл әдейі қоғамдық талқы тудыру үшін жасалған идеялар. Әу бастан. Ал эволюция теориясы бұл қоғамдық пікір тудыру үшін емес. Бұл өмірдің заңдылығы, физика, химия, биологиядағы ғалымдардың міндеті философтардан бөлек. Бұлар пікір таласы үшін, әдемі идея үшін айтпайды. Бұлар өмірді танып білуге тырысады, және сол заңдылықты ұғынуға тырысады. Жаңағы менің сіздің бірақ дегенде күліп отқаным, мінекей, Нұртілек, онда сізге айтып келейік. Менің айтып отырым ғой, мен жаңа дін деген сөзді айтып отырғаным, тіпті ғылымды білемін-ау дейтін адамдардың көбі өзін, діндар емеспін деп есептейтіндер, дарвинизмді дәлелденбеген деп айтады. Менің пікірімше, ғылымда дарвинизм секілді дәлелденген теория аз. Дұрыс айтасыз. Өйткені біздің бүгінгі күн көрісіміз дарвинизм. Дарвинизм болмаса генетика болмас еді. Дарвинизм болмаса бүгінгі ауыл шаруашылығы, мал шаруашылығы болмас еді. Бірақ бізде адамдардың бәрі әкеледі, дарвинизмді адам мен маймылға тірейді. Теория не туралы, соны қысқаша айтып өтіңізші. Негізгі теория дегеніміз бұл жаңағы Дарвин деген бұл негізін қалаушы. Бірақ қазіргі таңда, мысалы, қаншама біздің заманымыздың ғалымдары молекулалық биология, генетика арқылы қаншама заттар ашқан. Мысалы, Дарвин кезінде ДНК-ны біз көп білген жоқпыз. Қалай бұл сұрыпталу болатынын, немесе ішіндегі механизм, біз процесстері қалай болатынын білген жоқпыз. Қазіргі заманда біз оны уже анықтап дәлелдедік. Неге біз маймылдан жаратылған деп айтамыз, неге ол адамдарға ұнамайды? Себебі біз маймылмен теңестіреміз өзімізді. Біз маймыл емеспіз. Біз ол маймылдан миллиондаған жылдар бұрын ортақ бабамыз болды. Бірақ қазір маймыл емеспіз біз. Неге біз дейтін, мысалы, фармацевтикалық компаниялар дәрі-дәрмек шығарудан бұрын бірінші маймылдарға тестілеу жасайды? Себебі өте бір маңызды факт.
біздің генетикалық кодымыз маймылдардың генетикалық кодымен 98%-ға тең. Бұл факт. Бұл факт, біз оны ешқалай жоққа шығара алмаймыз. Осы және біз бүгін оны пайдаланып жүрміз. Әрине біз оны пайдаланамыз. Мен одан да қысқасы, мына жерде мен тағы да айтып өтейін, көрермендерге түсінікті болу үшін. Тұрпайы сана адам мен маймылға тірейді бүкіл теорияны. Теория ол туралы емес. Теория биологиялық түрлердің дамитыны, өзгеретіні, табиғи сұрыптан өтетіні, генетикалық өзгерістерге ұшырайтыны туралы. дұрыс. Дарвин гендардың барын, ДНК-ның барын білген жоқ. Бірақ түрлердің ішкі механизмдерінің климатқа байланысты, қорегіне байланысты және мутацияларға байланысты өзгеріске ұшырайтынын анықтады, және бұны бұлжытпай дәлелденген ғылымның аты бүгінгі таңда генетика. Және генетиканың арқасында бүгінгі таңда бүкіл фармацевтика жұмыс істейді, бүкіл селекция жұмыс істейді, ауыл шаруашылығы жұмыс істейді. Біздің мынау мол өнім беретін өсімдіктеріміз, помидорларымыз, картоптарымыз, бидайымыз жеп отқан барлығы осы эволюция теориясынан туындайды. Солай ғой? Дұрыс. Дұрыс. Одан басқа бір мысал айта кетейін. Эволюция теориясын мысалы жоққа шығаруға да болмайды. Мысалы қазіргі таңда біз білетін ковид пандемиясы, бүкіл жер шарын алып, ковид пандемиясында кезінде біз естіген мысалы альфа, бета, дельта, гамма, омикрон штамдары бұл кәдімгі эволюцияның мысалы. Біздің көрген, өзіміздің сезген, өзіміздің ауырған ковид вирусы ол эволюцияның бірден бір мысалы. Одан басқа мысалы тұмау вирусы бар. Неліктен біз тұмау вирусқа қарсы вакцина ойлап таба алмаймыз? Ол технологияның проблемасы емес. Бұл дейтін вирус өте қарқынды мутациядан өтеді. Дәл осы жерде қосып өтейін. Адамдар айтады, неге маймыл адамға айналмайды бүгінгі таңда дейді. Эволюцияны дәлелдейтін теория антибиотиктар. Өйткені табиғи сұрып өте тез өтеді микроорганизмдердің ішінде, және оны көзбен көруге болады. Оның дәлелі сіздің кеше ішкен антибиотигіңіз ертең сізге көмектеспейді. Дұрыс. Сонымен қатар тағы да молекулалық биология тұрғыдан айта кетсем, не үшін мутация пайда болады? Бұл мысалы тірі ағзаның ішіндегі жасуша бөлінеді, бөлінген кезде ішіндегі ДНК копиясын жасайды. Копиясын жасау үшін ішіндегі ДНК полимераза деген фермент болады. Мысалы үлкен күрделі ағзалардың ішінде ДНК полимераза деген фермент 99%-ға мықты жұмыс істейді. Ал кіші ағзаларда, мысалы вирус, бактерияларда ол өте көп қателіктер жасайды. Бұл қателіктер мутацияға алып келеді. Мутация деген ДНК нуклеотидтердің ішіндегі бір нуклеотидтің екінші нуклеотидке ауысуы. Сонымен қатар нуклеотид ауысқанда ақуыздың ішіндегі бір амин қышқыл екінші амин қышқылға ауысады. Сол кезде ақуыздың формасы өзгеріп, ақуыздың функциясы өзгереді. Функциясы өзгерген деген ол керім болып кеткен жоқ, ол шамалы да болуы мүмкін. Осының бәрі көптеген мутация өткен сайын бұл тірі ағза жаңағы бейімделуге дайындалады. Бұл енді молекулалық биология тұрғысынан айтқанда. Сондықтан жаңағы айтқанымыз бактериялар немесе вирустар қатты мутацияға ұшырайды. Қазір біздің заманымыздың үлкен бір проблемасы деп айтуымызға болады. Қысқасы біз дарвинизм әлі дәлелденген жоқ. Эволюция теориясын дәлелдеу үшін әлі фактілер жеткіліксіз дейтін псевдоинтеллектуалдарға не деп жауап береміз? Бұл енді ғылым жағынан 100% дәлелденген зат, бұл ойға уақыт жұмсап та келеміз деп ойлаймын. Біз оларға айтуымыз керек, сіздер бүгінгі жеп жүрген тамақтарыңыздың бәрі, ішіп жүрген дәрілеріңіздің барлығы, соның барлығы эволюция теориясының салдарыды. Олай болса, қысқаша бейнематериал тамашалайық та әңгімемізді жалғастырайық. Эволюция теориясы тірі организмдердің табиғи дамуын түсіндіретін ғылыми концепция. Қазіргі таңда кейбір елдерде мектептерде адам эволюциясын оқыту шектелген немесе мүлдем тыйым салынған. Сауд Арабиясында бұл тыйым діни себептерге байланысты. Құдайдың жаратушы рөлін басым ету мақсатында қойылған. Иранда да адам эволюциясын оқыту діни және мәдени дәстүрлерге қайшы деп есептеледі. Түркменстан мектеп бағдарламасында эволюция теориясын толық оқытпайды. Олар бұл дәстүрлі құндылықтарды сақтағысы келеді деп түсіндіріп отыр. Сарапшылар мұндай шектеулер ғылыми танымды шектеп, биология, медицина және генетика саласында білім сапасын төмендетеді дейді.
Сонымен қатар олар қоғамда ғылым мен дін арасындағы қарама-қайшылықтарды күшейтеді. Эволюция теориясында тыйым салу ғылыми сауаттылықты азайтып, халықаралық ғылыми бәсекеге қабілеттілікті тежейді деп отыр. Олжас, енді бұл саясаттанушыға жақынырақ тақырып, иә? Жаңағы әңгіменің басында өзіңіз айттыңыз, мінекей 100 жыл болды әлі талқылап жатырмыз деп, иә? Әлі талқылана беретін сияқты. Иә, мінекей Нұртілек ғылыми тұрғыдан дәлелдеді. Біздің бүгінгі технологияларымыздың бәрі, микробиология бүгінгі таңдағы, молекулярлық ізденістер, фармацевтика, аграрлық өнеркәсіп, барлығы осы эволюция теориясынан туындайды деп. Бірақ 100 жыл өтсе де осы теорияны шектеу, мектепте өткізбеу пән ретінде осы талпыныстардың ар жағында не түрде ойлайсыз? Енді ол әр мемлекеттің өзінің ұстанған, қалай айтсақ болады, идеологиялық, діни бағытына байланысты. Сен айтып отқан мұсылман мемлекеттер ғой. Бірақ менде бір сауал туындайды да, неге осы ғылым менен дінді бір-біріне қарама-қайшы қояды үнемі? Ешкім қарама-қайшы қойып тұрған. Мысалы, қарап отырсақ, талқылау болмайды дейді, ғылым өзіменен осы сұрақ туындайды да, неге осы ғылым мен дін бөлек-бөлек жеке бағытта болса қалай деп? Иә, мен сізге қоям бұл сұрақты. Өйткені ғылым, иә, дінмен күреспейді. Ғалымдар пропагандалық акциялар өткізбейді, мынаны жоққа шығару керек, мынаны үйретуге болмайды, мынаны мектеп бағдарламасынан алып тастау керек демейді. Өйткені қоршаған ортаның барлығы ғалым үшін бұл зерттеудің материалы. Дұрыс па? Ғылым діннің өзін зерттейді, психологиялық тұрғыдан. Діннің табиғаты не, қалай пайда болды деген нәрсені. Бірде бір факт жоқ адамзат тарихында ғалымдар бір дінге тыйым салды деген. Ал керісінше діни мемлекеттерде мінекей дарвинизм теориясына тыйым салу фактілері бар. Мен сізден сұрап отырмын, неліктен деп, осының ар жағында қандай мақсат жатыр, қандай ниет жатыр? Жаңа енді ғалымдарға қатысты айта кетейін, өткенде жолда келе жатып Бейбарыс Сұлтанның киносын көрдім, 89 жыл түсірілген. Нұрмұхан Жантөрин ағамыз өте керемет ойнаған. Кино поискте 10-нан 7-2 болып тұр. Сонда ғалыммен сөйлесетін сәті бар, өзінің тарихшысымен айтады да, неге жолықпайсың деп. Сонда ғалым жауап береді. Ғалыммен жиі кездескен патша мықты дейді, ал патшамен жиі кездескен ғалым әлсіз деп. Ғалымдар жайлы осыны айтқым келеді. Ал жаңа сіздің сұраққа... Сіздің айтып отырғаныңыз жекелеген ғалым. Иә, жекелеген ғалым. Менің айтып отырғаным өмірлік тенденция. Мысалы қараңыз. Түркия. Иә? Өте діндар мемлекет болды. Артта қалған мемлекет болды, экономикалық тұрғыдан. Естеріңізде бар болса, 19 ғасырда Бисмарк болу керек, Түркияны Европадағы ең кембағал ауру адам деп атаған. Ол ана түрктерді кемсіту үшін емес, сол кездегі түрк мемлекеттің ахуалын. Өйткені феодалдық Европаның басқа елдерінде ғылыми техникалық прогресс басталып келе жатқан кезде, ұлттық буржуазия қалыптасқан кезде Түркия артта қалған мемлекет болды. Түркияны Европалық елдердің қатарына қосқан Ататүрк. Үлкен реформалар болды, оның ішінде діни реформалар болды. Түркия зайырлы мемлекетке айналды. Сөйтіп, Түркия экономикалық даму жағынан, басқа жағынан дамып, Европалық елдермен теңесті. Бірақ 17 жылы Түркияда Ердоған билікке келгеннен кейін дарвинизмді мектептерде пән ретінде өтуге тыйым салынды. Неліктен? Былай қарасаңыз, мінекей толыққанды өркениетті мемлекетке айналған ел неге кері қадам жасайды? Сауд Арабиясы жарайды, оларда бұрыннан бұзылмаған дәстүр дейік. Иә? Ал Түркия неге олай істейді? Неліктен, мысалы, микробиологиядан көптеген ұлы ғалымдарды, генетикадан Вавиловты қалыптастырған Ресей 24 жылдан бастап дарвинизм теориясын мектептен алып тастау керек деп қайтадан мәселе көтеріп отыр, және оны РПЦ, Ресей православие шіркеуі қолдап отыр. Көптеген депутаттар қолдап отыр. Қазақстанда бұл мәселені 2010 жылы Бекболат Тілеухан көтерді. Мектептерден дарвинизмді алып тастау керек деп. Неліктен осы дарвинизмге деген өшпенділіктің себебі не? Саяси өшпенділіктің. Бұл ғалымдардың ортасындағы пікір таралас емес. Егер мысалы бір ғалым, теория ретінде креационизмді дәлелдеп, дарвинизмге қарсы фактілер тауып, дарвинизмді мысалы сынаса, мен оған келісер едім. Ал саяси қуғын сүргін деген сөз, бұл
сөз бостандығын, ой бостандығын шектеумен бірдей нәрсе. Мына теорияны мектепте өтуге болмайды, балаларға бұл теорияны білуге болмайды деген сөз. Ар жағында қандай да бір саяси мақсат жатыр ғой. Енді оны жаңа сіз айтқан елдерден алдағы уақытта қарап отыру керек. Билікке кім келеді, қандай партиялар келеді, бәлкім ол кезде өзгеретін шығар. Енді қарап отырсыз ғой, мына билік ауыса береді. Бірақ мына ғылым менен дін ол үнемі адаммен бірге келеді ғой. Сол кезде мен ойымша ойлаймын. Мәселе сонда ғой. Ғылым ұдайы адаммен бірге келмейді. Кейбір қоғамдарда ғылым жойылып кетеді. Біз оны факт ретінде айта аламыз. Мысалы, 9-12 ғасырлардың ортасындағы Хорезмді айтайық. Өзіміздің Орта Азиядағы мемлекет, иә? Егер қазіргі уақыттағыдай Нобель сыйлығы берілетін болса, сол кезде, онда Хорезмнен ондаған Нобель сыйлығының лауреаты шығар еді. Дұрыс қой? Әл-Фарабиді айтсақ та, Ибн Синаны айтсақ та, Әл-Хорезмиді айтсақ та, Әл-Бируниді айтсақ та, ғылымның ордасы болған. Өкінішке орай, моңғол шапқыншылығынан кейін, басқа діни экспансиялардан кейін ғылым толық жойылды. Орта Азия ұзақ ғасырларға артта қалған мемлекетке айналды. Шығыстағы мемлекеттер, Сирия деген адамзат тарихындағы алғашқы алфавиттің отаны, кітаптың отаны, Библ қаласы. Көне Финикия гректермен иық тірескен. Керемет ғалымдар шыққан. Сол үшін Әл-Фараби Сирияға немесе неге бекер барған жоқ қой. Дамаскіге бекер барған жоқ. Ол ғылым іздеп, білім іздеп барды. Бірақ кейін Әл-Фарабидің мұрасы Европада қалды. Спинозаның арқасында, орта ғасырлық ренессанс ғалымдардың арқасында, ал шығыста жойылып кетті. Авиценнаны, Ибн Синаны медицинаның атасы деп атаған Европаның ғалымдары. Өйткені олар Ибн Синаның жаңағы емдеу каноны деген кітабы бойынша медицинаны үйренді, анатомияны үйренді, Ибн Синаның атын Авиценна деп сақтап қалды. Ал Авиценнаның отаны Хорезмде, Орта Азияда оның кім екенін ұмытып қалған кездер болды. Сондықтан ғылым ұдайы келе жатқан жоқ адамзатпен. Енді ғылымның жолы жіңішке. Ғылымның жолы осы жерде қоса кететін жағдай, ғылымға негізі пропаганда керек сияқты. Сөздің басын айтып өттім ғой, бізге. Өкінішке орай, ғылым ой бостандығына және сөз бостандығына арқа сүйейді, пропаганда болған жерлерде ондай ұғымдар болмайды нәрсе болды. Сол түсінікті ғой, мен ғылымның пропагандасын насихаттау. Қазір енді көріп отырсың, мына әріптесіміз Нұртілек айтып өтті, ковидтан кейін мен ойымша жалпы соңғы кезде әлем өзгерді. Қазір әлем бұрынғы әлем емес, жаңағы 25 жылда деректерді айтып отырмыз, қазір. Айын бұдан былайғы уақыттарда мына мемлекеттер, әлем ғылымға жалпы осы көңіл бөлмесе, қалай айтсақ болады, күні қараң болатыны анық секілді. Бірақ оны қаншалықты қолдайды, қаншалықты барады. Және де жаңа сіз айтқандай, дін мысалы екеуі бір жерде мен ойымша ойлаймын да, бір-біріне қарама-қайшы келмеу керек секілді. Ғылым үшін дінді, дін үшін ғылымды құрбан қылған ол мына заманда қаншалықты жөн екен. Нұртілек, онда сізден сұрайын, дәл осы сұрақты. Қандай талпыныс бар? Осы дарвинизмді мектепте оқытуға тыйым салу деген саяси шешім ғой бұл. Осы саяси шешімнің артында қандай мүдде жатыр? Шындығына келсек, бұл сұраққа мен дәл жауабым жоқ. Себебі менің ойымша барлығы сол діндік ұстанымға, діндік сенімге келетін зат. Жаңағы айтып кеткендей, Түркияда жаңағы президент ауысқан кезде дарвинизм теориясын жоққа шығарып, жаңағы оқытпау деген ой жаңағы дінге байланысты деп есептеймін. Бірақ менің ойымша ғылым деген ол өзінің эволюциясын өтіп жатыр. Ғылымның өзінің эволюциясы бар. Жаңағы әріптесім айтып кеткендей, ковид кезіндегі процесс болды. Ковид кезіндегі процесстен кейін, мысалы, жалпы бір дәріні жасап шығару үшін фармацевтикалық компания 5 жыл уақыт алады. Оны рынокқа, маркет деп атайды, оны адамға беру үшін 5 жыл уақыт, кем дегенде 5 жыл уақыт алады. Ал ковид кезінде бірінші вакцина өте жылдам дайын болды. Бұл дейтін ғылымның эволюциясы. Оған ешқандай пропаганда керек емес. Ол өзімен өзі дамып келе жатыр. Әрбір әрине бұл бағдарламадан алып тастау деген ойлардың барлығы кесел келтіреді ғылымның дамуына. Бірақ ғылым деген оған қарамайды. Оның өзінің өмірі бар. Ол дінмен
сәйкестендіріп немесе оны жақсы бұрыс дұрыс деп айтуға да болмайды. Ол өзі жеке ғылым деген зат. Сондықтан менің ойымша біз ғылымға талпынып, ізденіп, осындай көзқараспен жүруіміз керек. Осы арқылы менің ойымша болашақта келешек ұрпақтар ғылымды біле отырып, одан әрі дамытып, болашақта ғылым өте үлкен керемет болады деп есептеймін. Маған бұл жерде тағы бір психологиялық аспект бар секілді. Өйткені менің айтып отқаным дарвинизмға шүйлігетін тек қана дін емес. Мынау тоталитарлы, автолитарлы жүйелерде, бұлар өздерінің саяси құрылымы негізінде қоғамдық эволюцияны жоққа шығарады. Және бұлар мынандай екі философиялық психологиялық фактормен қатар жүреді. Біріншіден, авторитарлық елдің барлығында басшы бұл миссия секілді. Бұл осы елді құтқаруға жаралған бір миссиясы бар тұлға секілді. Және оның өмірдің мақсаты да мағынасы да сол. Және қоғамның да бір өмірлік мақсаты болу керек. Жоғарғы идеясы сол көсемге табыну, қандай да бір идеяларға жүру, соғысу біреумен егер қажет болса деген, Ал дарвинизм адам өміріндегі миссияндық идеясын жоққа шығарады. Дұрыс. Мынау дарвинизмға кейде фашизмнің айыбын тағады. Бұл өте қате нәрсе. Дарвинизмнан өткен демократиялық идея жоқ. Өйткені адамдардың бәрі ғана емес, хайуандардың барлығының тегі бір. Сондықтан біздің табиғатта олардан ешқандай артықшылығымыз жоқ деген идеяны әкеледі. Біздің өміріміз киттің өмірінен, маймылдың өмірінен, иттің өмірінен, мысықтың өмірінен қасиетті, қастерлі емес. Құдай бізді ерекше жақсы көрмейді. Табиғатта жаралған кем дегенде сүтқоректілердің барлығының хақы тең деген сөз, дұрыс па? Қалай ойлайсыз? Негізі менің ойымша адам деген бұл саналы ағза болып кездейсоқ бұл зат. Себебі мысалы біз білуімізше орта дәуірлерде динозаврлар өмір сүрді, және астероид құламаған жағдайда кім білет, бұл динозаврлар саналы болып, олардың өзінің қоғамы, өзінің цивилизациясы болатын да шығар. Біз оны білмейміз. Ешкім оны жоққа шығара алмайды, ешкім дәлелдей алмайды. Сондықтан менің ойымша біздің қазіргі тұрып жатқан адам зат ол да құрып кетуі мүмкін. Бізден кейін басқа жаңа ұрпақ пайда болуы мүмкін. Жаңа адамның түрі пайда болуы мүмкін. Біз homo sapiens деп өзімізді ерекше деп есептейміз. Біз онда ерекше емеспіз. Біз тек эволюцияның бір ғана нәтижесіміз. Біздің өміріміз 4,5 миллиард жыл жер шарының пайда болған уақытына тым емес біздің өміріміз. Шамамен 70, орташа 70 жас өмір сүреді адамзат. Біздің өміріміз ол дым емес. Бізден кейін де басқа ұрпақтар пайда болды. Және философиялық тұрғыдан дарвинизмді жалғастыратын керемет философиялық ағым 20 ғасырда пайда болған бұл экзистенциалдылық, дұрыс па? Экзистенциализм. Демек, адам өмірдің мағынасын Құдайдан іздемеу керек. Адам өмірдің мағынасын тұлға ретінде өзі табу керек, өзі үшін. Адам қауым болып өмір сүру, бейбіт өмір сүру, ғылымды дамытып өмір сүру өзіне тиімді екенін түсіну керек. Ол бір көктен түскен тапсырма емес саған. Сен өзің тұлға ретінде түсінуің керексің. Мен мына көршіммен тату болуым керек. Сол кезде менің балаларымның да өмірі тыныш болады, менің де өмірім бақуатты болады деген нәрсе. Дұрыс па? Дұрыс айтасыз. Осы ғылымда мен соңғы 5 жылда жұмыс істеп, өзім ізденіп, өзім сол ғылымды насихаттаймын. Сондықтан менің ойымша бұл қазіргі таңдағы біздің елдегі ғылым ол прогресс деп есептеймін. Біріншіден, ғылым деген негізі бүкіл жер шарындағы ғылым бұл геополитикалық жағдайларға қатысы жоқ. Ғалымдардың өз араларында ассоциациялары болады, дата базалары болады. Мысалы, Европада адамның ДНК-сының ақуыздардың дата базасы бар. Оған әрбір адам кіріп ішінде информацияны алуға болады. Сондықтан менің ойымша бұл әлемдегі болып жатқан бүкіл іс-шаралардың барлығы оған негізі қатты әсер етпейді. Себебі ғылым қазіргі таңда Қазақстанда жаңағы еліміз поддержка жасап жатыр да. Мен бүгінгі таңда фундаменталды ғылымдарды айтамын, мен гуманитарлы ғылымдарды айтпаймын. Қазақ тілінде бірде бір журнал білмеймін. Жоқ, шынымен де.
қазақ Бірде бір тілінде телевизиялық бағдарлама білмеймін. шынымен де егер де біз қазақ тілін алатын болсақ, қазақ тілінде негізінен ғылым нашар дамыған деп айтуға да болады. Себебі біріншіден бүкіл ғалымдардың ортақ тілі кезінде латын тілі болды, одан кейін ортақ тілі ағылшын тілі. Қазір мысалы медицинаның ортақ тілі неміс тілі болуы мүмкін, бірақ ғылымның ортақ тілі ағылшын. Біз мысалы дұрыс қой, ғылымның тілі ағылшын тілі ғой. Менің айтып отқаным сол ағылшын тілді ғылымға адамдарды баулу үшін, жас балаларды баулу үшін, тарту үшін, көзін ашу үшін қазақ тілінде бағдарламалар мен журналдар керек қой. Дұрыс айтасыз, бұл енді біздің еліміздің мақсаты деп ойлаймын. Болашақта соларды ашып, соларды енгізіп, жаңа ұрпақтарымызды ғылымға тартып, ой саналарын ашу. Қоса кетейін осы жерде. Қазір былай ғой, мына сіздің бағдарламаны көретін, әр бағдарламадан кейін ютубқа қараймын, быт-шытын шығып кетеді. Көзі ашық, сауатты көрермендер қарайды екен бағдарламаны. Осындай бағдарлама көп болсын деп, сізді мақтап емес, мен көрерменге айтып отқаным. Бірақ осы жерде бізде ғылымнан, журналдан бөлек, бағдарламадан бөлек қазір біз ғалымдар, мен ойымша, не болу керек сияқты бір жағы. Бір қалай сияқты болады, продюсер сияқты өз-өзін сата біліп, жаңа формацияға бейімделіп ше, ол да оңай жұмыс емес, уақыт алады. Ғалымдардың уақыты жоқ. Жақсы. Олай болса Парасат майданына келіп пікір салысқандарыңа рахмет. Хабарымыз осымен тәмам. Соңында дәстүрлі цитата. Оны айтқан белгілі американдық астрофизик Карл Саган. Ғылым мен технологиялардың арқасында өмір сүретін, алайда ғылым мен технологиялардан түк түсінбейтін қоғам ең қауіпті орта. Мұндай қоғамда әрқашан жалған пайғамбарлар мен саяси алаяқтар билейді. Сау болыңыздар.